Хорошо, что аяғымды ұйықтап қалды әйтеуір. Иә, сол бар. Сталдым. Жаққа жей тұрған. Ярып тұрмасын. Құлайды ма екен? Бұрында мен ойлайтын едім, бұрын тойға барған кезде мамаға мен сарқыт алдырмайтын, мама қойшы керек емес сондай депші, официанттарға қасыңыз деп солар жаным ашып. Кейін өзім тойханада даяршы болып істегеннен кейін даже анау повар официанттарың піскен етті кәдімгі қазыны менсінбейді, уже олар андай піспеген шекет алып кетеді екен. Ал андай алсай десек, үйде толып жатыр, холодильник сасып жатыр деп айтады да, уже потому что күніге той мұсырға кеткен, кәдімгі жүрегім ауырып қалатын ше. Мен де үйге апаратын едім, бірақ бәрін жеу мүмкін емес. Үйге барғаннан кейін ол ашып бұғып кетеді ғой. Сол үшін одан кейін мен тойға барғаннан кейін мен обязательно қалған заттың бәрін алып аламын. Зато рахаттанып үйде жектеп, өйткені аналар кейбір андай пол жуатын, жаңағыдай посуда жуатын апайлар бар, который тамақ дегенде бөлмейді, салфеткасын ұрып помойға апарып тастайтын ше. Содан кейін мен сол сарқытты сөйтіп аламын, қай жерде жүрсем де үймейді. Мен негізі өмірде ысырап деген дүниеден қатты қорқамын. Мен если кафеге барып тамақтансам да, ресторанға барсам да мен қарамайын қасымда қандай адам отыр. Мен бір 2 қас тамағым қалып кетсе де оны собой бокс алдырып салдырып аламын. Енді мен КСРО заманында толғам ғой. Потом КСРО тарағаннан кейін бізде елде кәдімгідей ашаршылық болған. Жұрттар күнін зорға көрген. Мен 4 жасымнан бастап мен есімде барлық нәрсе. И менің атам олигарх болғанымен, өте бай кісі болған. Бірақ соған қарамастан мен әкем өзім көтергенде бөлек шығып кеткен да. Содан күніге кешке әкем тауып келген табысы сол жарты тапаннан соны 7 адам бөлісіп жейтін едік. Бір кусок, получается, целый день тамақ жемейміз, бірақ бір кусок тамақ жейміз да. Сол нәрсе көргеннен кейін мен ысырапшыл адам емеспін. И және қорқам, бір нанның қоқымы жерге түссе, мен ерінбей соны жерден көтеріп алатын адаммын. Енді мен негізі ол видео сөйтіп бәрін орыс дейтіндерін білем, потому что сезесің ғой. И мен андай адаммын, даже біреудің затын ұқыпты қараймын. Сол мен бүкіл кафелерге барайын, торговый домдарға барайын, бүкіл жердің светін өшіріп жүремін. Даже үйде күніге ұрсам мен үйде үйлемеші. Өйткені суды шарылдатып, ағысып қойды, мына жерді тістен тазалап, телефонмен сөйлесіп тұрады. Ананы өшір деп білмеймін. Сондай экономный адаммын, именно сондай нәрселерге. Өйткені ол табиғаттың беріліп жатқан нәрсесі бір күн таусылады ғой, экономдап қолданайық деген дүние. Ал енді зачем 200-ді болып, мен главный тойға барамын, бізге специально жаңағыдай стол дайындайды, элита тойларда жүрген екен, той қонақтарынан артық болмаса кем болмайды, дастархан жасатып қойды жайнап. Сосын қайта той егелер келіп не жетпей жатыр деп сұрайды. Кетіп бартқан кезде обязательно пакет зат салып береді. Мен ол қыздарға бәріне бөліп беремін. Мен қорқамын ысырапшылдан, анау помойға кетіп қалмасын, лучше жеп қояйық деп алып кетемін, мысалға.